жатағымға заңмен тыйым салу керек па дейді. Негізінде біле білсеңіз, заң негізінде бар, қылмыстық кодекстің 255, 56, 57, 58, 59, 60 деген заңдар бар, құдайға шүкір бізде. Мысалы 174 деген бір жаңағы статья бар, ол жерде де айтылған, қандай дүние болмасын бізде заң бар. Енді мынадай дүниеде енді қарапайым жалпақ тілмен айтатын болсақ, кейбір дүниелер қалай десем, мысалға келін сәлем салмаса, неге сәлем салмадың деп оны жаңағы бір статьяға апарып тіреп қоймайсыз ба? Мен былай түсіндіруге тырысамын да, келінді қазақ жұмсайды, дұрыс па? Күйеу баланы жұмсайтын болса, бізде ер жігіттер жаңағы ренжіп жатады. Екеуінің дәрежесі бір-бірінен қалай десем, екеуі де бір үйдің баласы ғой. Екеуі де бір үйдің баласы, дұрыс па? Демек, дұрыс заңмен шектеу керек, заң шығару керек деп айтамыз. Бірақ дәл қазір заң бар бізде. Бірақ заңға дейінгі дүниелерді жасау керек та. Тәрбиелеу деген, тәрбие. Тәрбие деген не дейтін болса, тәрбие деген бізде ата-ана баласын тәрбиелегісі келеді. Бірақ ата-ана өзін тәрбиелемейді да бізде. Ешқандай бала, мынаны айтты екен деп оны жасау қиын. Ұл әкесіне қарап өседі, қыз анасына қарап өседі. Ана, әйел, әжеміз, апамыз, жеңгеміз өзін өзі дұрыстаса, қыз соның ізімен жүреді. Әке де жаңағы қолында бір шөлмек арағы бар, бала мына арақтармен түк пайда көрген жоқпын, ішпе деген сөз өтпейді негізі. Ол өзі ішпейтін болса, баласы ішпейді оны. Осындай дүние деймін де мен. Осылайынан. Әйтпесе деструктивті діни ағым мүшелерін ұстап алып, барлығын темір торға тоғытып, одан не пайда? Одан қайта оны тәрбиелеген жақсы емес пе? Біздің еліміз негізі Жусан операциясында негізгі мақсат ол шетелде қалып кетсе де, ол қанша қылмыс жасаса да, оны алып келіп, оған дұрыс тәрбиені беріп, оны тәрбиелеу. Мақсат осы еді. Бізде тәрбиелейік, айтайық, түсіндірейік, жеткізейік, жекімейік, жақсы сөз айтайық. Жақсы сөз айтатын болса, бер қарайды ғой, қарамайды емес.